Қайырлы күн. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Дихан ауылындағы 180 орындық орта мектептің құрылысы. Тапсырыс беруші құрылыс басқармасы, жобалаушы Казстрой Сеймо проект, бас мердігер Казмұнай құрылыс, авторлық қадағалаушы Казстрой Сеймо проект, техникалық қадағалаушы Ақгемстрой дейді. Құрылыстың басталуы 19.04.2021, құрылыстың аяқтары 19.06.2022. Тамыз айында деп, маусым айында біту керек. Міне мектеп құрылысының кеп тұрмын. Бұл армазолында қарағандыда келіп отыр бағана. Анау неше цементтен? Цементті сол жақта негізі. Қазақстандікі. Анау неден? Нелерді көрсеңіз болады, қолданып отқан. Ау? Нелер бар? Көрсеңіз болады, цементтер қолданып отқан. Жоқ, анау нелерде бар ма сіздерде жаңағы упаковкалардың жоқ, проект айтып тұрғаныз проект. Жоқ, мен оған жауап беремін, складчик жауап беретін оған. Қарақпен складчик жауап береді. Қанша пайыз жұмыс бітті? Оны айта алмайын, черновойын біраз бітті ғой. Енді ішкі жұмыстар қалып тұр оған. Черновой деген төбе толық жабылды ма? Енді жабылып жатыр, кішкене алып көйше. Қана не ғимарат? Бұл мастерской. Мастерской, значит, осы основной бір ғимарат и плюс мастерской болу керек. Екі ғимарат қой. Объекттің құны қанша вообще? Оны білмеймін ау. Мен просто тек жұмысқа жауап беремін ішердегі. Осы жергілікті адамнан қанша пайыз адам жұмыс істеп жатыр? Жергілікті адамдардан ба? 90% башты. Жергілікті адамдар ма? Осы ауылдың адамдар ма? Әлде Жуалы ауданның адамдар ма? Осы. Жуалы аудан. Жуалы ауданның адамдар, Одан кейін осы анау объектте қанша адам жұмыс істеп жатыр? 52 адамға дейін жұмыс істеген, қазір 30 адамдай істеп жатыр. Неге азайып қалды? Неге азайғанда енді бетон құйғандар, кладчиктер, шкатушктер. Бәрі кетті, бітті ғой. Шектегі жұмыстар ең ұзақ алатын және ең кропотливый жұмыстар ғой. Анау нелер өткізілді ма, светтері? Жарықтар. Енді не қылып тартырып жатыр. Қазір іште істеп жатыр. Енді не істеп жатыр? Анау неше жылушы? Жылуытта істеп жатыр отопление. Жоқ, болды. Анау нелер әкелді ма? Жаңағы точкалар нелерін ауылдан тартасыздар ма? Или өздерін істеп жатыр? Қай жақтан тартып жатқан білмеймін. Ішке тартып жатыр, трубалардың бәрін шығарып қойды. Точкалардың бәрін. Енді анау нелер батареяларын қосып қойды. Қалған бәрін, астын бәрін нелерін. Көре аламыз объектті іштен? Болады, тұру болады. Мынау спортзал ғой деймін, спортзал бәрі. Төбесіне шалмаған, арматурасы не құйылған. Мына жерден.
Ana plitalar jarlatın plitalar. Жақсы. Мынау bu төбені жабатын плиталар ғой. Иә, спорт залдың үстіне қойылады. Ау? Спорт зал. Иә. Анау актовый зал жоқ па? Актовый зал болсын. Мынау екінші етегі спорт залы. Иә, актовый зал. Актовый зал емес. Анау несі жоқ па? Актовый зал жоқ па бұл жерде? Жоқ. А? Осы спорт зал бар болған деп. Спорт зал бар, актовый зал жоқ, актовый залсыз қалай болады екен? Мынау плита перекрытиясы, төбесін жабатыны. 12 метр плита. Мына бұқа гарантия качества деп тұр, товар, қазақстанский. Қазақстанский болу керек, өйткені бұндайларды біз қазақстанский екенін ананы мен точно білемін, қазақстанский екенін. Амнан енді білмейді екенмін. Мына жерде не жоқ па? Актовый зал? Сұрадым, жоқ деді. Жаңа мектепте болу керек қой? Міндетті түрде актовый залсы, спорт зал. Сұрап келеді, сол жауап береді ғой. Сұраймын онда құрылыс басқармасына. Бұл жерде актовый зал бар ма? Өйткені мен айналып шықтым, актовый залды байқамадым мен. Құрылыс басқармасына. Міне осы кірпішпен соғылған мектеп міне. Ең жақсы мектептер ол кірпішпен, қызыл кірпішпен соғылған мектептер. Андай плитадан. Жақсы, енді самый несі, ең жұмыс көп кететін, ең шығын көп кететін ол ішкі жұмыстар ғой. Ең қымбаты. Мынау ең аз ақша, ең аз не кететін енді нелер ғой осы жағы. Осындай.